Так, барлығымыз қараймыз жігіттер, 38-ші есепке қарасақ. Немесе 37-ге қарасақ, давайте. Сонымен қараймыз, бізде мынау ертең x квадрат минус 5x қосылған 2, x квадрат қосылған x минус 2. Мына функцияның мәндер облысын табу үшін бізге мынандай идея келуі мүмкін да. Мынаны неге қарай көбейтеміз дегенше. Aslında мына y-ге көбейіп шыққан кезде мынандай шыққанын көрдіңдер ғой. Ары қарай y(x квадрат) мына 3x квадрат беріп өткізсем, осы минус 5x плюс 5x болып өтсем, минус 2y минус 2. Так, мына x квадрат сыртқа шығарсақ, y-ге азайтылған 3 қалады іште. Сосын минус 2y минус 2 тең болады нөлге. Енді осы жерде біз ойлаймыз, мынау бізде a-ның рөлінде тұрады, мынау бізде b-ның рөлінде, мынау бәрі біз s-ның рөлінде тұрған көріп тұрмыз. Енді дискриминантты табайық. Дискриминант y қосылған 5-дің сыртынан квадраты минус 4 еселенген. Мынау бізде a-ның рөлінде y минус 3, s-ның рөлінде минус 2, минус 2y минус 2. Осы біздің нөлдер үлкен немесе тең деп алуымыз керек. Енді мына форманы аша қояйын, y квадрат қосылған 10y қосу 25. Мына екеуінің минусын сыртқа шығарып жіберсем ше, минус 2-сімен бірге сыртқа шығарып жіберсем, мына плюс 8 болып кетеді да. Іште y минус 3, y қосылған 1 қалады іште. Осының бәрін бірге нөлден үлкен немесе тең деп аламын. Так, ары қарай. Қалай қарағанда сөйтеміз ғой, соған келеді, басқа амал жоқ қой. y квадрат 8y квадрат болады. Қара, y-ге 1y минус 3y минус 2y алдына мен минус 16y болады сонда. Минус 3-ге 1 минус 3 алдына 8 минус 24 болады. Бірден ашып жердің олай шыққанда. Мына екеуін қоссам 9y квадрат болады. Так, минус 6y па? Қосылған 1. Енді мынау жақсылап ойланған адам мынау 3y азайтылған 1-дің сыртынан квадраты деген мағынаны білдіреді. Мына теңсіздікті шешу керек болып тұр бізге. Бұл теңсіздіктің шешімі бар емес па? Мысалы мен 3y минус 1-ді 0-ге теңестірсем, y-дің 1 бөлінген 3 болады да. Иә, 1 бөлінген 3-ті мен үшін жүпті боламын да, сондықтан мына жағым 10, мына жағымда 10 болады да. Менен 10 аралық сұрап жатыр да, яғни бұл жерде минус 3-тен плюс 3-ге болып қалды. Y-дің бұл жерде именно бұл жолмен барған кезде минус 3-тен плюс 3-ге болып қалды. Кез келген саны қабылдай беретін болып қалды да. Енді бірақ бізде жауаптарда олай тұрған жоқ қой. 37 жауаптарында кәдімгі y тең емес деген версияда берілген. Значит, біз онда басқа жолға көшеміз. Келесі екінші жолымыз мынандай жолға көшеміз, жігіттер. Мынау, мынаны көбейтшілерге жіктейміз. 3x квадрат минус 5x қосылған 2 деген түбірлерін тауып шығатын болсам, мына 3-ті неге қарай көбейтсем 6 болады да. 2 мен 3, 2-ге бөлсем 3-тен 2 және 1 болады. 3-ті жазып қойғанда x минус 1, x минус 3-тен 2. Осылай жіктеледі мынау. Квадрат 3 мүшені көбейтшілерге жіктеу деген әдіспен жіктедім. Түсінген шығарсыңдар, естеріңде шығар. Астындағысын минус 2 мен 1, значит x плюс 2, x минус 1 болады. Не істеп кетті бізде? Минус 1-дер қысарып кетті. Мынаған көсең 3x, анау минус 2 болады, астында x қосылған 2 болады. То есть функциямызды более қандай жағдайға келтіріп алдық? Қарапайымдандырып алдық та, енді жаңа кері функцияның идеясымен кетеміз ғой ары қарай. Мынаған көбейткен кезде y қосылған 2y тең 3x азайтылған 2. Бері бетке өткізіп жіберсем y азайтылған 3x, минус 2y минус 2 болса сонда. X сыртқа шығарғанда y минус өткізіп жіберетін болсам,
x тең минус 2 y азайтылған 2-ні y азайтылған 3-ке бөліп жібере саламыз. y минус 3 тең емес 0-ге y тең емес 3-ке. Қазірше мен бір шешімді таптым. Енді жауаптарға қарайтын болсақ, y тең емес 3-ке деген бізде пока что е жауабында ғана тұр, бірақ ол егер бірнеше жауапта келетін болса, ол қауіпті. Сондықтан біз қасында екіншісі тең емесін қалай білеміз деген сұрақ болса, мына жерде бізге қысқарып кеткен жерге назар аударайықшы. X минус 1-іміз қысқарып кетті, иә. На самом деле бізде функцияның анықталу облысына бір кіруіміз керек те осы жерде. Функцияның анықталу облысы бойынша мына екеуі 0-ге тең болмау керек қой негізінде. То есть сонда x минус 1 бізде тең боламайды 0-ге. Келісесіңдер ме оған? Бөлшектің бөлімі енді значит x тең боламайды 1-ге. Егер x 1-ге тең боламаса бар ма? y тең боламайды қаншаға айтайын ба? Мына жерге 1-ді қойып, мына жерге қысқартылған версияға 1-ді әкеп қоямыз да. 1-ге 2 қоссаң 3, 3-ке 1 дейсің 3, 3-тен 2 алсаң 1, 3-тен 1 болады. Значит y 1 бөлінген 3-ке тең болмайды. x-ің 1-ге тең боламаса егерде, онда сол y-ім сол 1-ді қойған мәнге де тең боламау керек қой. 1-ге 1-ді қойған кездегі мәнім 3-тен 1 болып тұр y-дің. Значит x 1-ді қабылдаймаса, онда y 3-тен 1 те қабылдаймайды. Келістік па осы ойға? Сонда y тең емес 3-ке, y тең емес 3-тен 1-ге, бұл бізде е жауабында тұрған жатасыз. Ол x қой бізге y қажет қой. Просто біз оны құрал ретінде қолданып бөлшектің бөлімін біз анықталу облысына не істейтінек? Тең емес 0-ге де болмайды ма едік? Сонда x қосылған 2 тең емес 0-ге десе, x тең емес минус 2-ге, и так түсінікті жағдай. X минус 1 тең емес 0-ге десем, x тең емес 1-ге де боламын. Содан алдым ғой мен оны. Жоқ, оны алудың қажет жоқ болып тұр да бұл жерде, ол анықталуымыз. Берілмеген дегенде біз оны алып ше, кейін біз бәрі қоя алмаймыз оны неқа, астында өліп қалады бәрі. Не оны неқа қоя алмайсың, не неқа қоя алмайсың. Сұрақ бар ма? Тең болу мүмкін деген жағдайды ма? 1 бөлінген 3-ті қойып қазір шығарған кезде ше, квадрат теңдеудің шешімі болмай қалады просто қазір. Пайда болған квадрат теңдеудің шешімі болмай қалады просто. Шешім жоқ болады. Значит, y 3-тен 1-ге тең боламайды. Түсіндіре алдым ғой, иә? 3-ті де орнына қойып тексеріп, оны енді сен өзің тексеріп көрсең болады да. Nereden? Уақыттамай ше. Уақыт итаки шектеліп тұр ғой бізге. Ары қарай. Значит, біздегі мына 35, 36, 37, 38 есептер, 39 есептер тура есіп шығарылады. Кеттік, ары қарай. Біз жаңа түбір мәселесін былай айтқанбыз, иә? Мәселен, 41 есепке қарайтын болсақ, мынаның мәндер облысын табатын болсақ, мына плюс 6 неқа минус 6 өтіп та. Мына y минус 6-ны 0-ден үлкен немесе тең деп аламыз, дұрыс па? Y үлкен немесе тең 6-дан болады да, сонда мәндер облысы 6-дан бөлшек кейін болса. Оны мен түсіндіріп қойғам. Анықталу облысы қажет емес қой бізге. Біз мәндер облысымен жұмыс істеп жатырмыз ғой жігіттер. Енді жігіттер, бұны не үшін мен қайталап көрсеттім? Өйткені қазір астында мысалға 44-ші есеп сияқты есептерде сәл басқаша olur. Мәселен 44-те сәл басқаша дегенде именно идеясы осындай. Біздің мынандай қарапайым жолымыз, егер квадрат түбірінің астында просто x тұратын болса да, x немесе соның түрленген версиялары тұратын болса, квадрат жоқ болса, осымен шектелеміз да. Ал егер түбірдің астында x квадрат тұратын болса, это уже чуть-чуть сложнее болады. Түсіндіңдер ма? Мына екеуінің разницасын байқаңдар ма, байқамаңдар ма? Мына әшейін x тұр да 1 дәрежесі, мына 2 дәрежесі тұр. 2 дәреже тұрған кезде сонда ол шығар жолы қалай болады? Бұл да мысалға сонымен идеясы басын бірдей басталады. Мысалға мына квадрат түбірін алсаң, всегда оңсан шығады немесе 0 шығады. Сондықтан мына қасында ешқандай сан жоқ қой, бері бетке өтсейін десем ше. Сандар болса бері бетке өтсесің мынау сияқты бұлда да. Басын сөйтіп басталады да. Сонда y үлкен немесе тең 0-ден деп аламыз. Бола ма? Бұл біріншіден бұлай алуым менің мынаған ұқсап тұрғанын байқап жатсыңдар ғой. Енді екінші
мәселе x квадрат көрдің, ол міндетті түрде дискриминантқа келеді. То есть екі бетті квадраттаймыз түбірден құтылу үшін. Мына бетін менің y квадрат болады, мына бетін 2 қосылған x азайтылған x квадрат болады. Мыналарды бері бетке тартамын. X квадрат азайту x, y квадрат азайтылған 2 болады, тең 0-ге. Түсіндіңдер ме мен ойымда? Сонда осы жерде мына екеуі сынның рөлінде тұр ғой енді. Дискриминант алдына 1-дің квадрат 1 болады, минус 4 еселенген. Мына жерде 1 бар, мына жерде y квадрат минус 2 болады. Осыны мен 0-ден үлкен немесе тең деп алуым керек. Яғни 1 минус 4 y квадрат азайтылған 2 үлкен немесе тең 0-ден. Осы жерден бір түгелден алайық. Түсініп жатсыздар ма мына жердегі идеяны? Ары қарай 1 ары өткен минус 1 болады да, минус 4 бөлінді, сонда y квадрат минус 2 кіші немесе тең 0,25 болады. Оны бері бетке әкеле қойайық, сонда y квадрат минус 2,125 кіші немесе тең 0-ден. Бір жарым болады түбірлер, y тең плюс минус бір жарым ғой енді. Так, минус бір жарым мынау, плюс бір жарым мынау. Плюс, минус, плюс болады да, бізге қандай алып керек? Бізге минус алып керек емес, 0-ден кіші немесе тең деп тұрады, дұрыс па? Енді осы әңгімені мынамен қиылыстырамыз ғой короче. Яғни, минус бір жарым, минус бір жарым плюс бір жарым болады бізде. И осы екеуінің арасы болады. И 0-ден үлкен немесе тең болса, қақ ортасы 0. Минус 2, нәбет өткенде плюс болып өтпей ма? Не үшін ағылып өткізбен соң? 0,25-ті бері қарай өткізбен. Неге болады? Разница жоқ қой. Бәрі біз оны теңдеуді теңдеуге айналдырамыз ғой бәрі. Теңдеуге айналдырасында бәрі осы жоққа келесің ғой. Главное бүйтіп жазуға болмайтын сөзі y кіші немесе тең плюс минус бір жағынан деп ше. Түсіндіңдер ғой? Тоқта. Сөйтіп жазып алып жақсы шаққан қателік ой десі жоқ та көрші. 0 мен 1-дің бір жарымасы. Қай жауапқа сәйкес келіп тұр бұл? Енді бір сендерге дұрыс 0 мен 1 жарым 0-ді қабылдайды да жауабы болады. Сонда мынау квадраттық түбірдің астына x квадрат келсе уже комбо жағдай екенін түсініп тұрсыңдар ғой, не үшін плюстен бастап отыр дейсің ба? Анау басында X-ға? Қарама, наған қарап отырсың ба сен ерге? Кейін оны бері өтке өткіздік қоймыз. О, вообще оған қарама бізге y квадрат қараса, y-ін жұмсап отырған. Y мәндері қойылып жатыр ма, y-ге қарайсың сен? X мәндері қойылып жатса, x-ге қарайсың деген сияқты ғой. Так, жігіттер, егер түсіндір ма, мынандай комбо жағдай екенін түсіндір ғой, коласы мен фри қасына бірге келеді ғой, короче. Мына тек қана кола келсе, мына қасына фри келеді, короче. Түсіндір ғой. Не дейді? Так, мынаның қасында сандар болған жағдайда не істеу керек екенін түсінген шығарсыңдар деп ойлаймын. Мынандай комбо есеп тағы бір көрсетейін ба, или бола ма осы? Жетеді ғой, әдем деп әдем қылып кеттіңдер тағы. Сразу айтып қойын. Жігіттер, енді логарифмдік функцияның мәндер облысы туралы сөйлесейік. Мысалы, 66-шы есеп, 65-ші есепта. Алпыс бес y-тің логарифм үш негізінде x қосылған. Так, жігіттер, егер қарапайым логарифмдік функция берілетін болса, қарапайым логарифмдік функцияның мәндер облысы бізде минус 80 плюс 100 кейін болады. Өйткені мынаның мәні қазір минус санда плюс санда бола береді, мына логарифмнен минус сандар плюс сандар бәрі келе береді. Сондықтан бұндай жағдайда қарапайым логарифмдік функция минус 80 плюс 100 кейін болса.
Өйткені логарифмнің мәні минус санда плюс санда бола алады ғой. Мәселен логарифм үш негізінде 9 деген жағдай туралы ойлап көрейік мәселен да. Ол 2-ге тең, 2-ден 1-ді алсаң 1 болады да, y 1 деген мәні қалды, допустим да. Енді мысалы логарифм үш негізінде 1-ді алып көрейік. Ол 0-ге тең болады, 0-ден 1-ді алсаң минус 1 болады да, минус сан қабылдап жатыр. Видишь, сенде ол минус шектен плюс шекке бүкіл мәнді қабылдамайды деген ситуация жоқ. Мен не туралы сөйлеп жатырмын сендерге? Қарапайым логарифмдік функция туралы. А сонда қарапайым емес деген қалай болды? Қарапайым емес, когда мына жерде квадрат тұрған жағдайда. Ол кезде кешіріп қойыңыз, мен минус шектен плюс шекке деп айта алмаймын. Ол кезде уже мен дискриминантқа қарай кетемін ол үшін. Дискриминантқа қарай кетемін деген сөз, мәселен 60. Иә. Борақ қыш, борғамай қалды, мынандай ақ борақ қой. Сөйтмей қалды. Көріш кабинеттен алсам? Жоқ. О, Ақтау облысында әңгіме бар. Кеттік, 66 есепке қараймыз. Логарифм 2 негізінде. 2 негізінде 4 азайтылған x квадрат азайтылған 3 болады. Минус шняха плюс 3 болады да. Мына минус 3-ті беріп өтке плюс 3 өткіземіз, жігіттер. Көріне ма не істегенімді? Жігіттер әні қараймыз, теңдеу сияқты ойлаймыз ана. Логарифм 2 негізінде 4 минус x квадрат тең y қосылған 3. 4 минус x квадраттың тұсына 2 шығады. y плюс 3 дәрежеге көтеріледі. Енді мыналарды мына бетке қарай өткізіп деп ойлайық. X квадрат қосылған 2-нің y қосылған 3 дәрежесін плюс минус 4 өтеді, тең 0-ге болады. Бұның барлығы бірге сының рөлінде тұрады. Түсіндіре алған шығармын, b0 деген сөз, иә. Дискриминант бұның мәні 0-ге тең, 0-дің квадрат минус 4 еселенген, мына жерде 1. Ананың бәрін сының рөліне 2-нің y қосылған 3 дәреже азайтылған 4 жазам. Осы 0-ден үлкен деп алуым керек. То есть минус 4, 2-нің y қосылған 3 дәреже азайтылған 4, үлкен немесе тең 0-ден. Минус 4 мынаған бөліп жүреміз. 2-нің y қосылған 3 дәрежесі минус 4, кіші немесе тең 0-ден болады. 2-нің y қосылған 3 дәрежесі кіші немесе тең 4-ден. 2-нің квадрат, 2-лер түс қуады, y қосылған 3 кіші немесе тең 2-ден. Мәндері болса минус шексен минус 1-ге дейін болса. Түсіндіре алдым ба ойымды? Сен сөйтіп жаттап аласың оны. Сен бейт түсін. Любой логарифм функцияда егер x-тің дәрежесі 1 болатын болса, онда мәндері болса минус шексен плюс кейін болады. Өйткені y-ге бұл жерде шектеу қоятын нәрсе жоқ. Y-ның орнына любой, абсолютно любой сан бола алады. Боламайды дейтін сан жоқ деп атым сан. Мысалы, y минус 4 болса Боламай қалу мүмкін деп тұрсың ба? Мысалы, мына y минус 4-ге тең болатын болса, логарифм 3 негізінде x қосылған 2 тең минус 1, ана жаққа баратын минус 3 болады. Так, x қосылған 2 тұрады да 3 тұсына шығады да минус 3 дәрежеге көтеріледі. 1/27, одан 2-ні алып тастайтын болсаң, минус там 27-тен қанша болады? Минус қанша? Осы нәрсе шығады. X-ің мәні шықты ғой. Егер y-ің мәні ол y минус 4-ті қабылдай алмаса, жақта шешім жоқ болған болар еді ғой. Сен y-ің любой санды қойсаң, ол шешім болмай қалады деген нәрсе жоқ, x-та шыға береді. Түсіндіре алдым ба? Сондықтан бұндай жағдайда минус шексен плюс шексен деп айтамыз. Так, енді жігіттер мына жақта маған да байланысты әңгіме осылай. Мәселен 67 көрсеткіш функция мәселесінде уақытымыз не болды? Оның тригонометрия бізде ертеңге қалады ау жігіттер. Сендер бәрібір мынаны күні ертеңге дейін шығарып үлгере алмайсыңдар. Мен 107 есептің барлығын ше. 53 болады ма? 53. Болды. 27-ден 1 минус 53. Так, дальше кеттік, ары қарай. То есть, жігіттер, бізде тригонометрия 77-ден басталады да,
Значит, үй жұмысы ертең 7-ге дейін бүкілін шығарып келесіңдер. Мен енді мынау соңғы айтатын әңгімем қалды. Бұл мынандай жағдай. Мысалы 67-ші тепке қарайық. Жаңа айтып қойған негізі бұндай идеяны ше, просто қазір анау қасына қосып айтамын да бұны. Қараңдар. Мына жерде мына плюс 7 мына жаққа минус 7 өтеді да, y минус 7. Мынадан әрдайым оң сан шығады дедім, даже 0-дің өзі шығамайды деп айттым жаңа. Сондықтан y минус 7 қатаң 0-ден үлкен, значит y қатаң 7-ден үлкен, мәндері болса 7-ден плюс 7-ге дейін болса. Енді, яғни осындай оңай жолмен кете береміз. До тех пор, пока x-те квадрат кездеспейінше. X-те квадрат кездеспаса не болады? Дискриминант жағдайына қайтадан келтіре саламыз. Түсіндіріп алайын да? Сондықтан қазір бір минут кетеді. Ондай есептік 72-де ғана бар екен да? Ол есепті 72-де бар екен, 69-да бар екен. И 71-де бар екен. Сендердің өздеріңе қалдырдым мен. Мен өздеріңе қалдырдым. Бірақ өздерің ертең шығармай келсеңдер, өздерін шығарып жүрмін. Түсіндіріп ғой, ә? Логарифмнің идеясымен шығарылады.